бүгін Қазақстанға өте жақсы проект келді деп айтсақ болады. Бұл Limon Mall деген маркетплейс. Жай сөзбен айтса, бұл интернет дүкен. Неге бұны таңдауымыз керек? Мен қазір үш этапын түсіндіріп берейін. Бірінші этап, бұл карта сатып, клиенттерді Лимонға жинау. Қырғызстанда басталды, мысалы, ол жерде қазір тестовый версиямен осы Limon Mall істеп жатыр. Сәуір айында 100% ашылады. Енді біздің мақсат Қазақстанда, яғни жаңа кірді ғой Қазақстанға осы проект. Енді біздің мақсат карта сатып, желтоқсанға дейін клиент жинау. Сол кезде Limon Mall ашылғанда, біз сол клиенттер тауар сатып алса маркетплейстен, интернет дүкеннен, біз өзіміздің пайызымызды аламыз. Екінші этапта біз карта сатқанда біздің командамызға лидерлер де келеді. Әрқандайсы келеді. Бірақ лидердің мақсаты сонда сол кезде сетті дамытып, статус, то есть дәрежеге жету. Ол аға менеджер статусқа жеткен уақытта сіз акционер компанияның боласыз, Limon Mall'дың. Сонда Limon ашылғанда соның табысынан сіз 49% табысын акционердің арасында бөлінеді. Ол сіздің мынау пассивный доход деп, пассивный табыс деп айтсақ болады. Мысалы, кинофильм Форест Гамп деген көрсеңіздер, сол кезде досына айтып жатыр. Мен бір кезде алма яблочный компанияның акцияларын сатып алып едім. Қазір міне жұмыс істемеймін, өзім жақсы көрген газонды шөбін шауып жүрем дегенде. Мысалы, сіздерде сондай дәрежеге жетуді мен қалаймын. Үшінші этапта сіз арқылы келген лидерлер, мысалы, партнерлар, клиенттер, ол сіздің тіркеуіңізде өмір бақи қалады. Содар енді маркетплейске қолданғанда, тауар алғанда, тауарды енді мыңдаған ассортименті, любом случай алады да, сол кезде сіз бірінші қатардан 3% аласыз, екінші қатардан 2%, үшінші қатардан 1%. Ол мыңдаған адам. Айтып кетер мәселе. Біз бады сатпаймыз, сумка болып, елді дәрілемейміз, емдемейміз, ай сайын ақша құймаймыз, мысалы, активность, активация, поддержка статусы дейді. Сондай бәленбай көп нәрсені істемейміз. Тағы бір мәселе, өте маңызды деп мен санаймын да, біз заңды істейміз. Компания официалды осы Қазақстанның налогоплательщигі болып тіркеледі, налог төлейді, заңды, бізде налог төлейміз. Сіз бұл системада даже тәжірибеңіз жоқ болса, компания сізді үйретеді. Сізде бұл наставникпен, ұстаз деген болады. Сол мысалы енді бұлай жай сөзбен айтқанда, мен жай сөзді жақсы көремін да, қолыңыздан ұстап акционерға сен жеткізеді. Енді бір мысалы қылайын да, мысалы, Меганы білеміз, Қазақстанда үлкен сауда орталықтары бар. Ішінде Меганың мыңдаған бутик бар, тауар деген толып тұрады. Мысалы енді бұлай бізді айтса, біздің Limon Mall ол бізге бутик ашып беріп жатыр, мыңдаған товармен, бірақ онлайн, интернетте. И соған, мысалы, бағасы $500 енді, где-то 250-270 мың теңге, сондай көлемі болады да. Ойланыңызшы, сол мысалы Мегадан 270 мыңға сіз бутик сатып аласыз ба? Толтыра товармен. Жоқ, конечно. Limon Mall'да бізге толған бутик товармен, мыңдаған товармен ешкім 250-270 мыңға бермейді. Сол себептен осыны ұстап қалуыңызды, осы мүмкіншілікті сіздерге қалаймын. Енді бір мысал келтірейін. Мен Бішкекке бардым, танысу, основательмен танысу, президентпен, господин Ли деген бар. Сол жерде сонымен таныстым, ол себепте менде видеолар бар, кездесуім. И бір мысал айтым ғой, Бішкекте мен сол жерде бір Батыр деген жігітпен таныстым. Қырғыз жігіт, керемет өзі, партнер. 1 жыл 2 ай істеп жүрген жігітті. Енді өзі МВД бұрын істеген. Енді әйелімен бірге келген осы проектке. Бірінші түсінген жоқ, бірақ соны түсінген соң елге айта бастады да, и бір нәтиже. 1 жыл 2 айда нәтиже. Қазір чегін көрсетем мен да, бұл $140 мың асып кетті табысы, таза табысы. Сосын статусқа алды, тағы недерге алды, оның маркетинг планда жақсы ақша бар. И бәріміз ойлаймыз, бір армандаймыз, үй болса жақсы мәшінемен айдасақ, балдарымызды үйлендірсек деп. Міне сол жігіт, сосы 1 ай, 1 жыл 2 айда нәтиже сол.
үй алды, керемет дайын үй, уже под ключ та, дайын евромен. И 2 машина алды жаңа салоннан. Міне нәтиже қандай. Сол себептен енді сіздерге қалайтыным бір нәрсе, осы мүмкіншілікті жіберіп алмаңыз. Қазірден бастап карта сатып алып, соны алып қалыңыз, ие болып қалыңыз. Бұл келешек, бұл керемет өте маңызды нәрсе.